Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге көп ұйықтаудың зиянды тұстары туралы айтып кететін боламыз. Бос уақытымыз болса, ұйқымызды қандырып алғанды бәріміз жақсы көреміз. Алайда оның біздің денсаулығымызға зиянды екенін біріміз білсек, біріміз білмейміз. Ұзақ ұйықтау әртүрлі ауруларға әкеп соқтырып, иммунитетімізді түсіреді. Олай болса, қандай ауруларға шалдығуымыз мүмкін білгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап, лайк баса кетіңіз. Яғни, депрессияға ұшырау. Депрессияға ұшырауда кезінде ғалымдар былай деп сараптама жасаған. 7-9 сағат ұйықтайтын адамдар 27% депрессияға ұшыраса, 9 сағаттан немесе одан да көп ұйықтайтын адамдар 49%-ға дейін депрессияға ұшырайтыны анықталған. Сондықтан ұйқы депрессиямен тікелей байланысты екенін естен шығармағаныңыз жөн. Екінші, мидың жұмыс істеу нашарлайды. Тексеру кезінде тәулігіне 10 сағаттан артық ұйықтайтын адамдардың миларының жұмыс істеуі нашарлайтыны белгілі болды. Ұзақ ұйқы есте сақтау қабілетіне кері әсерін тигізеді. Үшінші, жүкті болудан да үмітіңіз үзілуі мүмкін. Мұны анықтаған бір топ кәріс ойшылдары 600-ден астам әйелге зерттеу жұмыстарын жүргізіп, 9 сағаттан көп ұйықтаған әйелдердің бала көтеруі қиынға соғатынын айтты. Алайда оның анық қанығы әлі қарастырылып жатыр. Төртінші, артық салмақ қосасыз. 9 сағат және 10 сағат төсекте тұрмастан жататын адамдардың семіруі өте тез. Мұндайлардың саны жыл сайын өсіп келеді. Таңертең ерте тұрып, жаттығу жасап, уақытымен тамақтанбағандықтан осындай күйге душар болады. Және жүрек қан тамырларының ауруына шалдығасыз. Ғалымдар 9-11 сағат жастықтан басын алмай жата беретін адамдар жүрек қан тамырларының ауруларына көп деп шалдығатыны анықталған. Жетінші, өмірден ерте өтуіңізде ғажап емес. 7-8 сағат ұйықтайтын адамдардың өмірі 8 сағаттан көп ұйықтайтын адамдарға қарағанда 15% ұзақ екендігін зерттеушілер дәлелдеген. Ұзақ ұйықтау сіздің денсаулығыңызға зиян. Тәулігіне 7-8 сағат ұйықтасаңыз жеткілікті. Сонымен қатар түнгі ұйқының маңыздылығын ұмытпаңыз. Дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі. Құрметті оқырман, ал сіз күніне қанша сағат ұйықтайсыз? Комментарияға міндетті түрде жаза кетіңіз.